Мобилографиямен айналысасың? Иә. Андай асмр түсірген күшті. Давай. Жарайды, бастайықшы. Сәлем. Саламатсыз. Жарайды, привет. Қатты алаңдап тұрған көрініп тұр сразу. Ладно, болды, басына түсірейік. Оны түсірмей, ондайларды салмаймыз. Басынан түсірейін ба? Жоқ, анан саламыз біз керек. Иә. Бізде қиылмайды почти. Бізде қиылмайды почти, бізде лайв формат. Біз тек өзіміз ойымызша ғана қият моменттер қиямыз. Сол моментті қия салсаңыз. Жоқ, қимаймыз. Сол моментті, пожалуйста. Жоқ, бізде... Кім монтаж жасайды? Кім монтаж жасайды? Мен. Болады, жарайды. Есімің кім болады? Менің есімім Ақбота. Ақбота, менің есімім Нұржан, танысқан қуанышым. Ақбота, немен айналысасың? Мен уже 2 жыл полный мобилографиямен айналысып келемін. Қандай? Мобилографиямен айналысып келемін, 2 жыл болды. 2 жыл болды? Иә. И вообще мобилографияға мен мектеп кезінен қызығып келе жатқандамын ғой. Просто ол кезде мобилография деген вообще болған жоқ. И қалай осы қалаға келдім, Қарағандыға. Чисто начала, что такое мобилография не екенін біле бастадым. Ол кезде вообще мен официант болып жүрген адаммын ғой. И меня потянули люди, которые видели, что я делаю, увидели меня и сол жерге шығарды. Именно той мобилографиясына шығарды. Тойдың мобилографиясы кәдімгі мобилографиядан қандай айырмашылығы бар? По сути, если вот так сравнивать, коммерческийда жүрген және басқа проекттарда жүрген мобилографиялар барып тойға кіріп кете алмайды. То есть тойды түсіру мүмкін, бірақ монтажда жаман қиналады ше олар. Либо даже білмеймін, мысалы 1-2 адамдар болды, который мен түсіріп берші деген моменттер болған кезде ол адамдар түсіре алмайды. Просто реніш жоқ ешкімге. Неге түсіре алмайды? Қандай оған себеп? Мне нужны кадры много берут. Мен просто мен өзім барып, андай бір проектқа барып жұмыс істей алмаймын. Ол маған ұнамайды. А маған ұнайды именно той сферасында, либо андай прям движ бар ғой. Вот сондай движдарды түсірген ұнайды. Андай спокойно нәрсені кейде қатты ұната қоймаймын да. Репортажник фотографтар сияқты ма? Иә. Сонда тек қана той? Ну, только той. Ну, иногда өзіме ұнайтын сала болса, мен оны істеймін. Мне нравится, я не делаю то, что мне не нравится, я делаю то, что мне дает удовольствие. Хорошо, сразу цитаталар кетеді. Жақсы. 2 жыл мобилографиямен той. Қандай қиыншылықтар бар мобилографияның именно той саласында? Той саласында ол мобилографтар көп и қызды көп алмайды. Неге? Особенно вот когда ты работаешь бір тамадалармен, мен өзім тамадамен көп жұмыс жасаймын да, и көбінесе тамадалар ұлдарды алады, қыздарды алмайды. Қандай себеп болуы мүмкін ол? Өйткені оларда видите гастроль, ана жаққа бару. Им удобно, по сути, я это понимаю, то, что қыз алғанша ұл алған дұрыс. Ұрсып алған кезде ұрсып алады, типа ұрып алам десе ұрып алам деген сияқты. Оларда енді тема. Бірақ қызды көп ала қоймайды. Но если вот так сравнивать, мен ешкім бөлжамаймын, әркімге өзіндікі шығады. Иногда думаю то, что қыздар жасаған дүние әдемі шығады сияқты, типа прям четко. Ну, жоқ ондай ұлдар жоқ демеймін, просто слишком сейчас много мобилографов. И көбінесе олар ұлдар. И олар қалай баса кетеді, тупо бастай салады ше. Қолында телефон бар, түсіреді, болды мен мобилографпын дейді. На самом деле ол олай, ну мен өзім бірақ сөйтіп бастағам. Но мен өзім ол кезде мобилограф деп айта алмағам. И потом барып сен мобилограф, сен шығасың, саған ақша берем деп мен шығарған. Если ол адам мені шығармаса, мен сол бет жүре берушім. Типа мен өзімді мобилограф деп санамайтын. Просто для себя, для души монтировала бы. Ал жаңағы мобилографтар рыногында емес, ал тек қана той түсіргеннің өзінде қандай қиыншылықтар бар мобилографияда? Тойдікі... мынандай ситуация бар. Осы декабрьда ол мен заказ алам, и бір моментте 2 заказ алып қойғам. И вот сондай моменттерде қиын, типа сен жалғызсың, сенің жанында ешкім жоқ. То есть, например, видеографы, они работают с командой. А ты мобилограф, можешь работать, конечно, но ты работаешь одна. То есть сен өз-өзімен, клиентті өзің жинайсың, өзің істейсің. И сол уақытта қиындау, и андай клиент сені түсінбейді.
типа сенде күнде заказ, сен күнде барып монтаж жасайсың и соны беру керексің да, а клиентке біз сразу беру керекпіз. Мобилографтың задачасы это видео отправить сразу же, желательно, 3 күн максимум. А когда сенде күнде заказ, андай не болып кетеді ше, желаниең кетіп қалады, сондай момент болған кезде прям қиналып қаласың сондай моментте. Мен өз басым тойға мобилограф көрмеппін. Бірдеңе түсіреді енді қазір просто осы жақта болғаннан кейін. Мен өзім тойға бармаймын даже. Бірақ тойға мобилографтың прям қатты қажеттілігі бар ма деген сияқты сұрақ менде. Мысалға кәдімгі видеографтар білем. Жаңағы тойда о бастан бері соңына дейін түсіріп, жаңағы барлығын көріп, билегендерін, столдың тілектерін айтқанда. Мобилографтың сонда қандай несі? Типа итоговый жұмыс қандай клиент қандай жұмыс алады дегенде ғой. Да, вот. Маған келген барлық адамдар, сізге 30-тан жер аламын. Айтады, видеограф алмағаныма, типа, лучше мобилограф алғаныма қуандым деп жазады маған. Вместо видеографа? Да, они взяли меня, и они благодарны за это деп жазғандар бар, и оны адамдар көп сөйтіп жазған маған. Получается, подожди, сен сонда тоже бүкіл тойды түсіресің бе? Да, от начала до конца, мен до конца болам, и я беру все моменты. То, что делает видеограф, но видеограф того командамен жасайды, я делаю одна. Но бірақ өзімді өйтіп мақтағаным емес, если что. Жоқ, сонда итоговыйда какой-то ролик болады, қысқа, да? Да, мен обычно делаю общее видео от 5 минут там и выше, либо от минуты до 5 минут. Потом бір маленькое видео, это как киношный фильм. Кәдімгі видеографтардың істегенін только телефонмен. Жоқ, видеографтар ондай түсірмейді. Жоқ, ондай түсірмейді. Ну, олар да солай ғой, сондай тема ғой. Оларда общий бір үлкен видео 4 сағаттық, бірақ оларда. Жоқ, мен сен не істейтінін түсініп тұрмын қазір. Мен сұрағым андай, видеографтың қажеттілігін түсінемін. Яғни жаңағы тойда естелік ретінде өзіне сақтап алу. Сен қазір айтқаннан кейін түсініп тұрмын, толда естелік, бірақ мысалға толықтай түсіргенінен сенің түсіргенінің қандай разницасы бар? Толық дегенім жаңа бүкіл тілекті түсіргені бар, кімнің не істегені отырғаны бар, қалай келгендері бар мысалға. Олар бар, олар менде жоқ, менде чисто нужные кадры, эмоции. Я умею передавать. Сен беретін продукт жеке жалпы. Просто новый продукт, ол замена емес, ештеңе емес, просто қосымша ретінде. Түсіндім. И көбісі алады, типа андай қылып қой. Сол моментте дайын болады, ал видеографтардікі не факт, что через месяц будет готово. Они дают через 6, через год. И бүгін мысалы маған бір кісі жазады. Мен сіздің уже жұмыстарыңыз көріп жүрмін, мен сізге жазған, просто ол күні ала алмадым. Мен бос болған жоқпын деді да. И олар 2021 жылы той жасапты Аристада. И видеографтары обещали сделать видео, мини-видео, и они не сделали. Ну, ол уже әр адамның профессионализміне байланысты. И вот, да. О, жалпы видеограф пен мобилограф бөлгізудің қажеті жоқ мен ойымша. Да, бірақ ең жаманы, кстати, бізде андай, біз видеографтар бір-бірімізді көре алмайды. Көре алмайды емес, они не любят мобилографов, мобилографы. Ой, я люблю мой видеограф, я обожаю видеограф. Ну, андай бір видеограф бар, который енді бастап атқан кезде, вообще мобилографқа енді кірген кезде, бір видеограф маған қатты ұрсып тастайды. Прям жестко қатты ұрсып тастайды. И до сих пор біз всегда бүкіл банкетте біргеміз. Вот так попадаемся, что мы каждый день, каждый банкет вместе работаем, почти что. Но ол кісіні ұрсып тастады из-за того, что я помешала. Но я тогда помешала только один раз. А сейчас очень много мобилографов, которые даже мне мешают. Бір тойда бірнеше мобилограф жүрсің бе? 4 мобилограф. Оның не үшін? 4 мобилограф. Мен жазда вот потологын қойған вилла Баргезда, 6 мобилограф жүрдім ғой. 6 мобилограф, 6 түрлі видео түсіреді ме? 6 түрлі видео, әртүрлі. Бишілері бар, тамаданыкі бар. Той иелерінің 2 видеографы бар, мен тамаданыкі болдым. Короче, вот. Еще жан-жақтан жиналған мобилографсына ма? Бұл не деп ойлайсың, понт? Понт или прям қажеттілік па? Это реклама. Қазір солай реклама жасап жүр ғой барлығы. Той иесіне реклама не үшін қажет? Жоқ, той иесі ол өзіне память үшін алады. Тамада реклама үшін алады. Әншілер той, біз каждый сендер тек қана тойдың иелеріне ғана емес, сендер отдельно тамадаға жұмыс істейсіңдер ма еще? Әншілер бар, бишілер бар, той индустриядағы адамдар бар, оларға бөлек-бөлек, әр қайсының өзінің мобилографтары бар. Қазір былай ғой, короче. Еще андай, қазір айталайын, типа, я так считаю, как будто ше кімнің мобилографы жоқ, они как-то странно жүреді, и каждый тойда, білмеймін,
мысалы бишілерге каждый тойға зачем мобилограф деуге ой болады да. Өзім бірақ бишілерді түсіремін, но олар каждый тойына мобилограф алады. Я думаю, лучше отснять 6 хороших видео, их, короче, әдемілеп жасап салып отыруға. Мен сен айтып тұрған проблема ол жаңағы сфераның ішіндегі проблема шын айтса. Но зато ақша алып келеді. Капец, индустрия басқаша болып кетті. Короче, бывает, вот сейчас сен даже магазин аштың, и жаңағы соцсетте себя раскручиваешь, и сен бір тойдың барса, сен мобилограф жасайсың. Что сен сол тойда болдың, жаңағы типа өз жеке Мақтану. Сондай да бар ма? И каждый столда сейчас может быть жеке мобилограф. Ой. Өйткені там типа каждый столда адам отырады. Мен прям таң қалдым, бір рет 40 жас түсірдім. Это мини-блогерлар ғой енді қарағанның. И сол жерде личный мобилографтар жүреді. Сен той иесіне де түсіресің, потом бір ана госттың мобилографы жүреді. Мобилограф прям көп. И самое главное, біз жетіспейміз. Жетіспейміз, особенно жазда. Ана жазда прям настолько жетіспей қалды осы жылы ше мобилографтар. Мә дегенсің ғой. Типа, я думаю, мобилографов очень много, но их не хватает никогда. Потому что всем надо. Осы Қазақстандағы ең өзің қатты ұнататын көмір ретінде қарайтын мобилограф және неге оны отметка жасап кетесің? Сен қазір Қазақстандікі ма? Мүмкін жарайды әлемдікі дейік. Осы мобилограф маған ұнайды, себебі Маған негізі Қыран Талатбек ұнайтын, просто потом ұнамай кетті. неге? Потому что то, что он делает, обычно это было на видео снято, но он себя позиционировал как мобилографа. И плюс курсын алғаннан кейін өкініп қалдым. өкініп қалдым. Иә. Курсын алғаннан кейін. Иә. 500 мыңға, грубо 500 мыңға курс алдым сол кісінің. Ол курс па, типа или наставничество? Үш күндік мастер-класс дейді. Ну, курс деп сатты ғой өзіндікін. Оффлайн. Оффлайн. И мен өзіме керек нәрсені алған жоқпын. Там была чисто вода. Обычный. Капкатта ашу, видеоға түсіру, 3 база основной айтты, ана главный, основной, 3 кадрды айтты. Болды, басқа түк айтқан жоқ. Уже дальше, по сути, мобилографты үйрену қажет жоқ. Если сенде андай навык болса, вкус болса, музыкамен жұмыс жасау білсең, битті білсең, күшті кадрларды алу білсең, болды ғой. Мобилографтың ең үлкен уровень қандай, максимальный? Вот қай жерге жетіп сен вот мобилограф, вот топовый мобилограф деп санай аласың өзің? Потолок. Мен мобилограф, топовый мобилограф емес, мен Жоқ, мен сенің ойыңша едім. Жоқ, кім? Вообще басқа біреулер ма? Жоқ, сенің ойыңша мобилографтың максимальный уровені қандай? Әлемдік деңгейге шығу. Әлемдік деңгейге шығу? Иә. Мен соған батқасы талпынамын. Жаңа қабілетіне қатысты емес, просто әлемдік деңгейге шықса ол уже все топ. Это максимальный уровень или қалай? Мен айтайын деген, жаңа қабілеті бойынша, мүмкін техникасы бойынша, вот айфонға мынандай не салып жүрсе уже топ болып санала ма деген. Бізде вообще аппаратурада жоқ қой, бір телефон болса болды, по факту петличка нормальный болса. Қыран Талатбек ана Тоқаевты түсірді ғой. Иә. Мысалы пиковый уровень деп айтуға болады ғой. Тоқаев өзіне мобилограф алды. Кімді? Қыран Талатбек. Мен өйтіп санамаймын. Мен үшін пик это когда, знаете, уровень Голливуда снимать. Мобилографиямен? Иә. Ну это так не возможно. Вот именно ол жақта, вообще ол жақта мобилограф деген сөз жоқ қой. Ол жақта контент креатор ма, контент продюсер, контент деп айтады, бірдеме деп айтады ол жақта. Мен ойымша мобилографтар тек қана Қазақстанда бар. Қазақстанда ғана бар, и даже Өзбекстанда, либо жақын арадағы қалаларда енді дамып келеді. А бізде уже 2 жыл бұрын уже спокойно дамып кеткен. 2 жыл бұрын уже бар болған нәрсе. Жақсы, мобилографтан жеке немен айналысасың? Барлығымен. Барлығымен? Мен ондай кішкентай кезімнен сондай адаммын ғой. Бүкіл алып аламын да өзіме ше. Сосын жүрем қиналып, андай бір саладан бір салаға көшіп ше. Ну, зато барлығынан андай пайда бар ше. Ешқашан бір істеген нәрсеме ешқашан өкінбегем. Қай жерге мен 4-ші сыныпта папа барлық андай курстарға жатсаған ғой. Бисермен тоқу, балет, би, домбыра, көп кружок. И мен самое главное кайфпен баратынмын. И бірақ мамаға ұнамайтын. Бір саланы ғана таңдай деп айтады ше. Өмірі бір саламен ғана жүр деп. Это мне нравится пощупать, барлық жерде көру. И потом өзіме керек нәрсені сол кезде табамын деп ойлаймын.
по сути мобилография мен өмір бойы жұмыс жасаймын, өмір бойы сол жақта жүремін деп айта алмаймын, потому что кішкене андай мен тез скучный болып кетемін ба бірдеңе. Ну маған ұнайды, просто ол жердегі уже адамдар, ол жердегі сала уже маған бір-екі жаман жақтан көріне бастағаннан кейін ол тастап кете саламын. Ну қалай тастаса кетпеймін, просто хочу на новый уровень всегда ше. Мысалы бір кішкентай нәрседен бастадым. Мен вообще мобилографтан бұрын мен 7-ші сыныпта мұғалімге видео түсіретінмін, фото жасайтынмын, пиксартпен видео андай обработка жасайтынмын. Ол алдында үлкен кішкентай деңгейге алып келді, ақша әкелген, мобилография әкелді. Мобилографиядан үлкен уровеньға, білмеймін, одан үлкен уровеньға көшу. И солай бір маленькими шагами вперед. Жақсы. Ал қазір вот нақты қазіргі уақытта жұмысым бар, мобилография. Иә, заказдар бар. Иә, сол. Мобилографияны бүйтіп алып тастайтын болсақ, немен айналысасың? Не қызықтырады сені бұл? Видеографқа кетемін. Ау? Видео саласына кетемін. Видео саласына? Видеографтарға кетемін. Кетемін? Кетуші едім. Жоқ, не қызықтырады деймін. Немен айналысасың өзің қазір, Өзім ба? Мен мысалға қара, мен жұмысым бар основной. Мен жұмыстан шыққаннан кейін келіп мысалға осы қазіргі жасап жатқан затымызды жасаймын. Одан жеке мен мысалға ойын ойнау мүмкін. Мысалы музыка, кітап оқу деген сондай. Я люблю смотреть подкасты, и сол подкасты мен жайдан жай қарамаймын, өзіме білмеймін бір білім іздеп жүремін ше. А так бүйтіп бір қатты нәрсемен қызықпаймын. Сол видеоға ғана қызық кеткен ғой. Тек қана видео саласында. Бірақ өзімді сондай видео жасай аламын деп айта алмаймын. Менен күшті адамдар көп. Я себя даже не признаю как мобилографа иногда. Сен негізі видеограф болғың келеді деп айттың ба жаңа? Ага. Вообще мысалы видеографияның өзінің тарихы бар, иә? 100 жылдық тарихы бар ғой, по идее. Мобилография мені кейіннен ғана келді ғой. Қалай ойлайсың, осы видеография саласынан асып кете ме болашақта? И сондай бір тарихи болып қала ма деген әңгіме ғой мысалы? Иә, мобилография до конца барады деп ойлаймын. Мобилография деген не ол жалпы? Қалай айтсам екен? Ол телефонмен видеоға түсіру несі ма? Телефонмен видеоға түсіріп, соны сразу монтаждауға. Получается, мобилография ол жалпы видеографияның бір разделы емес па? Иә. Қалай ол сонда видеографияны асып өтеді сен кішкене? Өйткені ол... Жоқ, асып түседі дегенде ол всегда керек дүние ғой. Оның орны бөлек, иә, мен онымен толықтай керісім. Видеографтардың асуы егер мықты телефон шығып жатса, егер мықты андай прям качествосы мықты болатын, прям 4К 120 прям күшті сондай телефон шығып жатса аса алады деп ойлаймын. Потому что телефонда барлығы бар ғой. Бір телефонда барлығы бар. Сен монтаж жасайтын да бар, видеон да бар, нем бар. И кто знает, выйдет прям мықты мощный телефон, который и снимет тебе качественно, и смонтирует такой прям программасы болады. Яғни мобилографтардың өмірі тек қана инженерлерға байланып тұр, иә қазір? Иә. Жаңағы Apple, Samsung, жаңағы телефон құратын компаниялардың инженері. Ал мобилографтың ең басты құралы не және не жетіспейді соған? Не қосушы ең өзің инженер болсаң, например, мобилографта? Қызық сұрақ. Камераның качествосын андай 0.5x-тан 1x-қа кеткен кезде оны уже плавность жоқ ше. 16 Pro Max шықты, ол этот есть көрінеді ше, переход. Я бы вот этот переход изменила бы. И потом андай телефонда качествоны көбейтушем, типа 4К қазір бізде 60 вроде ше телефонда. Может көбейтіп 120 бар. 120 жоқ қой. Ну, короче, көбейтіп прям андай кәдімгі камераның деңгейіне көшірем ғой. Камераның деңгейін істететін телефон алушем ғой. Но я знаю, что это будет очень-очень дорого стоить. Жақсы, мақұл түсіндім. Өзің жеке айтатындар әңгіме бар ма? Бір қызық жағдай тойда болған. Еңбек етуден жалықпаңдар. Всегда ищите знания любой нәрседен, любой адаммен общительный болған өте прям пайдалы екен, соны түсіндім осы 3 жылда. Өйткені мен Қарағандыға келген кезде мен ешкім танымайтынмын. Ешқандай мен адамым жоқ. Мен жай Қарағандыға келдім, менің үйім де жоқ. Мен ағаммен тұрдым и
официантом работала, и тогда я уже общалась тамадалармен, бишілермен, и вот как-то с ними солай сөйлесіп, олар мені танып, олар мен видео түсіретінімді көріп, вот они вытащили от этого. Потом мен уже басқа адамдар, тоже уже басқа тойға барған кезде басқа тамада шығады, ол басқа тамадан тоже араласасың, басқа бишілермен араласасың, и сенде өзіңнің ортаң пайда болады. И ол орта сен үшін жақсы орта болу керек. То есть ты должен человек... Твой крупный план. Ты можешь туда говорить, ты. И адам андай өзіне орта жинайсың ғой енді сол былай айтқанда. И жаңағы ортадан керек адамды енді жаман жаққа кетпеу керек қой, главное. Жаман ортаға емес, жақсы ортаға. Ортамен болсаң, сен өсесің. А если жаман ортада болсаң, өспейсің. Жақсы, рахмет. Уже. Я устал, да. Мне эти наушники еще очень больно. Әңгіме айта берген. Айта берген. Кел, так что. Мен туралы көп нәрсе біліп қойды, бірақ жартысы ғана бар. Ау? Я қалдым, айтып біткеннен кейін артында екеуі отыр. Андай, айтып қоймау керек деген нәрселерді айттым ғой. Негізі мен басқа нәрсе айтқым келген. Тағы айтқым келген. Мен то, что вообще қыздарға любой салада қиынырақ, чем ұлдарға. Особенно видео саласында қыздар жоқ сияқты көрінеді да. И ты типа хочешь туда, но тебе страшно, короче, потому что қыздар жоқ ол салада. Нұрке, давай. Жаман тема жақсы дейміз. Айбын отыш, мен шаршадым. Давай, добей. Сіз отырсаңызшы. Жоқ, мен кадрда болайын. Давай, жақсы. А чё? Айтады қазір. Қыздарға қиындау дейді. Қыздарға қиындау? Айтты ғой. Хочешь подробнее этого? Давай. Давай. Мен тамағым қарным ашты. Инан Салман, что на момент, пожалуйста. Қандай? Қарным ашты, білмеймін, спокойно айтып отқан. Вообще мен үшін, мен ойлаймын, негізі гендерлік разделение барлық жерде бар деп санаймын ше. Өйткені мысалы қыздар өзі барып видеограф, для меня видеограф ол андай ғой, мысалы мен мамамның көзімше де солай типа видеографпен ұлдар айналысады. И барлық жерде сондай салада ұлдар жүру керек деген сияқты. Жүру керек дегенмен мен келіспеймін. Келіспеймін мен оймен де тоже. Но большинство реально, у нас же везде мужчины и везде вот эти. И олар еще қыздарды бүйтіп алшақтайды ғой, сенің қыздың жұмысы емес деген сияқты ше. Қалай ол сонда? Мен бірде-бірде оны әңгіме естімеппін өз басым. Именно мобилография солай ма? Жоқ. Солай айта ма? Жоқ, мен просто естігем общий видеографтардан, то, что қыздың жұмысы емес қой деген. Бірінші де естімін. Қыздың жұмысы үйде балада ғой десейші. Ойнап айтам. Солай айтады. А мен олай келіспеймін. Может, мен... Твой день 8 марта, Дима. Мені көрдіңіздер ма? Уже қыздарды бүйтіп деп атты. Ол ойын ғой енді. Қалзым ғой. Қалзым. Жақсы. Давай, подробно айтам дедім ғой. Қандай именно не болды? Какой случай был или что? Не үшін жаздырдық? Не айтайын? Андай нақты бір 2 минут сөйлеп берсейші, андай прям нақты ше, мысалы мобилограф мысалы мынандай жетпейді. Қандай именно мәселе бар мысалы нақты? Аха. И какие у тебя может решения есть? Может посоветуешь жаңадан бастап келе жатқан мобилограф, жаңа 500 мың теңге курс алдым дедің ғой, типа сондай курсқа Ондай курс алмаңдаршы, пожалуйста, вообще курс алмаңдаршы, маған ендеш бесплатно үйретіп берем. Білмеймін, бір хотя базасын үйреніп алсыңдар, вот соны бесплатно үйретем ше, курс никогда алмаңдар. Видеографтарды жек көремін дедім бе? Жоқ, видеографтарды жақсы көрем. В общем, міне басталатын андай тема. Барлық жерде қыздарды андай сұрайды. Жаңа айттым ғой басында, то, что қыздарды алмайды, істемейді, ол жарайды өздерінің проблемалар, но обычно реально везде требуются мужчины, и қыздарды бөлектейді именно видео саласында деп ойлаймын. Потому что маған солай айтты. Сен содан бөлектеніп қалдың ба или что? Я солай мен именно видеографқа келе жатқан кезде аяғымнан бүйтіп шалып жүр бір адам. Жігітің ба айтқан? Жоқ, мен жігітім жоқ. Кетті онда, я сам буду поддерживать.
давай видеодан салмай ақ қояйықшы, пожалуйста. салмайды ойнамайды отыр. Мыналарды салмайықшы. Қазір біреулер көріп. жарайды қазір тоқтатамыз нұреке екеуміз. Кстати, мобилография арқылы мен первоначалкамды жинағам неге деген. вот Сол негізі айтуға оған болады. неге Просто айтпадың жаңа? мақтанып қаламын деп ойладым. жоқ не болды че айтатындай че пропуск айтсай. Мобилография арқылы бірінші первоначалка ақшамды жинағам. Вообще, в Міне, общем, осыны ремонт айтпайсың ба? жасағам. Осыны Просто оны айту үшін мен ұялдым. Как будто мақтаныш сияқты. Онда тұрған ештеңе жоқ. Дұрыс қой, мақтану керек қой, сен өз еңбегіңмен тапқан ақша ғой. Өз еңбегімен, өз тырыс жаңағы қысы Ол жазып жерде ата-анамның көмегі де бар, поддержкалары бар адамдар. ештеңе етпейді. Ата-ананың жалғыз көмегі мен болғанда емес. тоже керемет. Мысалға менің ойымша, онда тұрған ештеңе жоқ. Сосын ата-аналар көрмейді бәрібір мынандай подкаст. Но если көріп атса ше, егер верьте своим детям то, что они делают. Сен iPhone қой иә сенде? Иә. Сен ең бірінші мобилографияға кегуіңе түрткі болған осы немене? iPhone. иә. Ал Сол, iPhone'ды қалай iPhone- алдың сен? Наличкаға алдың ба или жоқ кәдімгідей? Кредитқа аламыз. Кредит Папа алдың? алып берген. Сосын соны мобилография арқылы жаптың да? Жапқан жоқпын, өздері жапты, сосын новый телефон алдым өзім бірақ. Ну вот, это поддержка родителей называется. Андроидпен түсіретін мобилограф тұрады ма? Мен сондай болдым ғой. Андроидпен түсіретін мобилограф тұрады ма? Бар. Мен өзім мобилограф деген болса ол кезде болған жоқ та. Мен ол кезде біз андроидқа мән істемедік. Ана фотоны түсіресің, видеоға түсіресің, фото түсіресің да. Обработканы пиксартқа кішкентай телефон ғой, андроидтың еще несі кішкентай ше, стеклосы. Главный экран ше. И сен обработка жасайсың, кәдімгідей мықты нәрсе жасауға болады. Вообще мобилография типа телефон қарап тұрған жоқ қой. Адамның қабілетінен. Адамның қабілетіне. Иә. Че, завершаем или что-то есть еще Мен сказать? үйім жоқ, ешкім маған жазбаңдар, үйім бар екен, Илфа екенсің деп. Өйткені солай жазатындар бар. Солай маған айтқан, сен Милфа екен. Милфа болатын адам екенсің деп айтқан маған. Давайте. Мынандай подкаст салмай ақ қойыңдаршы. Ұятты, ұяламын мен ана төлеген ағалардың үшін андай нәрсе айтпаймын ғой мен.